елбасымыздың рухани жаңғыру мақаласына орай ұйымдастырылып отырған үздік мектеп мұражайы сайысына қатысып отырған 9 сынып оқушысы Акрамова Нұрай. Мектеп тарихы, ауыл тарихы мұражайы тарихи өлкетану бағытында жұмыс жасайды. Мұражайымызда мектебіміздің тарих пәнінің мұғалімі Чектібаев Берік Алпамышұлы жетекшілік етеді. Бақтыгүл негізгі мектебінде коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ауыл тарихы мектеп тарихы мұражайы 2010 жылы 6 мамырда ұлы жеңістің 65 жылдығына орай ашылған болатын. Бұл мұражайдың ашылуынан Демеу фермасының басшысы Ғалым Мүбәрәкұлы мен Шығыс Қазақстан облыстық қаржы бөлімінің басшысы Нұрлан Ақашұлы және Семей қаласының тұрғыны Шаймұратов Серік Рымханұлы қаржылай үлестерін қосқан болатын. 2019 жылы мектебіміздің 40 жылдығына орай бұл мұражай түлектеріміздің арқасында жаңартылып, жаңа жабдықтармен жабдықталды. Мұражайымыз 7 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі соғыс майдангерлері. Бұл бөлімде біздің ауылымыздан соғысқа аттанып, бірінші, екінші даңқ орденімен марапатталған Демеубаев Ожархан атамыздың фотосуретін және де Сыдық ата отбасынан аттанған Қали, Бекбосын, Әміре, Мағауия, Түсіпбек аталарымыздың және де біздің ауылдан соғысқа аттанған 18 атамыздың фотосуретін көре аламыз. Және де бұнда Сыдықов Мүбәрәк атамыз, ауылымыздан шыққан тұңғыш жазушы, қаламгер, журналист атамыздың фотосуретін және де бұл бөлімде Сыдықов Мүбәрәк атамыздың 4 томдық шығармалар жинағымен де таныса аламыз. Және бұл бөлімде соғысқа аттанған майдангер аталарымыздың медальдарының фотосуреттерін және документтерінің көшірмесін де осы бөлімнен көре аламыз. Мұражайымыздың келесі бөлімі тыл еңбеккерлері. Бұл бөлімде ыстақтарда болыс болған Ақатаев Тайлақ атаның және біздің ауылымыздан шыққан тұңғыш Стахановшы Төленов Батырбай атаның және де осы аталарымыздан кейін еңбек етпеген батыр аналарымыздың да фотосуреттерін көре аламыз. Мұражайымыздың 3-ші бөлімі батыр аналар. Бұл бөлімде біздің ауылымыздың демографиясына өз үлестерін қосқан алтын құрсақты аналарымыздың фотосуреттері берілген. Бұл апаларымыздың алды 14 бала дүниеге алып келсе, соңы 9 баладан дүниеге алып келіп, алтын арысқа еңбек болған. Мұражайымыздың келесі бөлімі теміржол тарландары. Бұл бөлімде Аққабаев Ахмет ата бастаған 11 теміржол тарландарының ауылымыздың ақсақалы болып отырған Ақатаев Кенжеұлы атаны және ауылымыздан шыққан тұңғыш министр Жекебаев Құбаш атаның фотосуреттерін көре аламыз. Бұл бөлімде ерекше тоқталып кететінен ол Чектібаев Жомартқазы атамыз. Ол кісі Ұлы Отан соғысынан мүгедек болып оралып, 7 жылдық біліммен жарма станциясында жүк кранын ауыздықтап жүрген жерінен кран апаттан құлап мерт еді. Және де арамызға 10 жылдық біліммен оралып, теміржол машинисті мамандығын меңгереді. Ол кісі шардың локомотивтік депосынан зейнетке шығып, шардың құрметті азаматтығын алады. Тарих беттерінің бөлімінде 20 ғасырдың басында ашылып, ауылымыздағы балаларды білім дәрімен сусындатқан мектебіміздің тарихымен таныса аламыз. Және осы мектепке келіп жатқан түлектеріміздің де фотосуреттерін көре аламыз. Келесі бөлім мектеп директорлары. Бұл бөлімде 41 жылдық тарихы бар мектебімізде басшылық еткен 8 директордың фотосуретімен және ол кісілердің өмірбаянымен таныса аламыз. Мұражайымыздың келесі бөлімі ұстаз ұлағатты есім. Бұл бөлімде бүгінгі таңда еңбегінің зейнетін көріп жүрген 6 ұстазымыздың және бүгінде ортамызда жоқ 3 ардагер ұстазымыздың фотосуретімен таныса аламыз. Мұражайымыздың соңғы бөлімі жақсы шәкірт, жақсы ұстаздың жалғасы. Бұл бөлімде біздің мектебіміздің түлеп ұшып, әр салада биіктен көріп жүрген біздің озат 30 түлектеріміздің фотосуреттері ілінген. Жас ұрпақтың туған жерге тағзым жасауына, туған өлкесінің тарихын танып білуге, санамыздың рухани жаңғыруына мектеп мұражайының қосар үлесі көп деп білемін. Берік Алпамышұлының мына сөздерімен түйіндегім келеді. Тарихыңды танып білші жас буын, өтіп жатыр туған жерде жас күнің, туған ауыл тарихынан сыр шертер мұражайда жинақтаулы бастығың.